Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Секке. Бүгін мен сіздерге мынандай нәрсе айтқым келіп тұр, көрсеткім келіп тұр. Егер де сіздер үй салдыртып отырған болсаңыздар, немесе салып отырған болсаңыздар, пластик терезе салдыратын болсаңыздар, пластик терезе салатын жігіттердің жұмысын қадағалап, бақылап жүргендеріңіз жақсы. Егер де бақыламайтын болсаңыздар, пластик терезені салып отырған адамдардың жұмысын, олар жаңағындай байдың малы жаудың малы алып кете береді екен. Біздер мынандай пластик терезе салдырттық, тонированный пластик терезе, сырттан қарағанда көрінбейді үйдің ішіндегі нәрселер, ал үйдің ішінен көрінеді сырттағы нәрселер. Терезеге базар жоқ. 25 мыңға салдырттық каждый. Салып жүрген адамның Instagram аккаунты бар екен. Енді ол адам мен сөйлескен жоқпын. Үйдегілер сөйлесті, үйдегілер тапты. Үйдегілер қондырды мына пластик терезелерді. Мына пластик терезені салатын күні біздің қолымыз бос болған жоқ. Яғни мына терезені салып жүрген адамның жасап отырған нәрсесін қарап жүретін бізде уақыт болған жоқ. Басқа жұмыс жасап отырдық. Шұғыл жұмыс болды, бітіру керек болды, соны жасап аттық. Енді бүгін қызық үшін мен келіп мына пластик терезе орнатқан адамның жұмысын қарап жүрмін. Қолыма мынандай суағаш алып алып, уровень алып алып, кішкентай. Мынау подоконниктің алдын почти 0 қылып кетеді екен. Мынау почти 0. Енді азғантай миллиметр не бар, бірақ 0-ге жақында мынау. Ал енді бұны былай қарайтын болсақ, біздің жаңа пластик терезе салдырып орнатып жүрген адамымыз терезені шалқайтып кете беріпті да. Енді мен қазір немен көрсете алмай тұрмын. Видеоға түсіретін тағы да бір адам керек екен да бұл жерде. Телефонды ұстап жүретін. Сосын телефонымның качествосы, камерасының качествосы өте шамалы. Қарайтын болсақ, мынау 0 емес. Міне көріп отырғандарыңыздай. Астын көтеру керек та 0-ге түсіру үшін. Яғни терезенің ішкі бетін, яғни жоғары жағынан ішке қарата кіргізіп жіберген, астыңғы жағын шығарып жіберген да. Терезені шалқайтып кеткен. Бір сөзбен айтқанда, ішке қарата шалқайтып кеткен. Барлық бөлмелердің затын қарап қоятын да мен, уровень былайынан вертикально дейма, қалай дейді. Соның барлығының затын қарап қоятын. Уровенін қарап қоятын. Барлығы сондай. Шалқайтып кеткен терезенің барлығын шалқайтып кеткен да осылай. Мынау көрінбейді ме? Дұрыс көрсете алмай тұрмын. Бір жағынан телефонның камерасын нашар, бір жағынан бөлменің іште қараңғы, күңгірттеу. Міне. Барлық терезе осындай. Достар, түсінгендеріңіздей, егер де пластик терезе қондыратын болсаңыздар, яғни қондыртатын болсаңыздар, міндетті түрде жаңа пластик терезені істеп жүрген адамдардың жұмысын қарап жүргендеріңіз жақсы, бақылап, ол адам жаңағы өзінің жұмысының жаңағындай шебері, анау мынау деп не істеудің қажет жоқ, сенудің қажет жоқ, сенбеу керек екен адамдарға. Мен солай сеніп жүрсем, олар, оказывается,
халявщиктер екен да. Енді бұл видеоны қарап отырған адамдардың арасында пластик терезе орнатып жүрген жігіттер болса, ең дұрыс нәрсе жасайтын оларға өкпелемең деп айтамын мен. Сіздердің араларыңызда осындай жігіттер бар екен да. Міне мынада да 0 қылмаған, енді бұған ешқандай не жоқ, өкпе жоқ. Бірақ былайынан қатырып кеткен екен да, ол құртып кеткен да былайынан. Терезенің барлығын почти шалқайтып кеткен. 3 мм, 4 мм-ге шалқайтып кеткен. Мынау тіпті кетіп қалған да. Почти 1 сантиметрге дейін шалқайтып кеткен. Осындай ешқандай жауапкершілігі жоқ адамдар бар да. Мен соларға таңғалдым. Бесплатно істеп жатырса екен да, мен түсіндірер едім. Бесплатно емес, ақшасына істеп жүр. Бірақ осындай косяктар жасап кетіп жүр да. Осыдан кейін енді адамдарға қалай сенесің? Достар, бүгінгі айтқым келгені осы. Яғни жаңағыдай пластик терезені салып жүрген адамдар өздерінің жұмысының жаңағындай мастері, анау мынау деп сенудің қажеті жоқ екен оларға. Яғни сенім білдіріп, сенім артудың қажеті жоқ, оларға тексеріп жүру керек та. Обязательно тексеріп жүру керек, артынан шұқып тексеріп жүру керек. Мынау дұрыс емес, мынау былай емес деген сияқты шұқылап жүру керек екен да, оказывается. Сонымен достар, бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп тұр. Менің айтқан нәрсем сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Біздердің жіберген қателігімізді жібермеңіздер сіздер. Үй салдыртып отырған болсаңыздар, міндетті түрде салдыртып отырған адамдарыңызды қарап, тексеріп жүргендеріңіз жақсы. Сонда ғана олар дұрыс жасайды да өзінің жұмысын. Ақшасын сол кезде адал алады. Ал жаңағындай қарамасаңыздар, не істемесеңіздер, осындай приколдар жасап кетеді. Яғни халявщиктер да, халявщиктер. Адам деген ақшасын алып отырғаннан кейін еңбегін ақтау керек қой, құрсын. Жаңағындай малдық жасап кетпейді. Қарап тұрсаң, өзіңнің қазақтарың істеп жүрген осыны. Осындай достар, видеоны міндетті түрде әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы бөлісіп таратып отыруларыңызды сұраймын. Себебі бұндай нәрсемен айналысып жүрген адамдар өте көп. Яғни осындай өзінің жұмысына жауапкершілікпен қарамайтын адамдар өте көп. Сол адамдар ойлансын. Сосын істейтіп отырған адамдарда алданбасын, қарап жүрсін міндетті түрде. Сондықтан да міндетті түрде жаңағы айтқанымдай бөлісіп, таратып отырыңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.